Армысыз, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде Ділмар пікірсайыстық бағдарламасы. Бұл жобада жас ділмарлар түрлі тақырыптар бойынша сөз бәйгесіне түседі. Облысымыздың үздік екі тобы республикалық додада өз бақтарын сынайды. Құрметті студия қонақтары, қош келдіңіздер. Дәл қазір ортамызға бүгінгі пікірсайыстың қатысушы екі тобын шақырайық. Менің оң жағымда элита тобы. Және қарсы тарапта білгір тобы. Алдымен әдеттегідей танысудан бастайық. Бір Алласы, екі дүниесі, үш жүзі, төрт құбыласы, бес парызы бар. Бұрынғы көшпелілердің өшпейтін ұрпақтары армысыздар. Мен Көксу ауданы Балпықби ауылы Биғайша Құндақбаев атындағы номер 1 мектептің 10 сынып оқушысы Қуаныш Тоғанаймын. Біздің топтың аты элита. Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен Жетісу облысынан Көксу ауданынан Балпықби ауылынан элита тобынан жақтаушы жақтан екінші спикері боламын. Менің атым Кем Виктория. Менің ұлтым кәрәс, бірақ менің жүрегім қазақ. Бәрекелді. Толғанай, Виктория, қош келдіңіздер. Пікірсайыс ойындары қазір сабақтарыңызға кедергі келтіріп жатқан жоқ па? Жоқ. Керісінше өз пайдасын тигізіп жатыр. Жаңа қырларымызда шоға көмектесіп жатыр. Бәрекелді. Виктория орыс сыныбында оқиды екен, бірақ бүгін қазақ тілді пікірсайысқа қатысуға келіп отыр. Сәттілік тілейміз. Білгір тобы. Армыстар, ардақты көрермендер. Біле тұғын сөзін ақын кемеңгерлер. Қаз дауысты Қазбек би болмасам да, мен боламын Қазбек дебат сүйер. Мен Талдықорған қаласы білім инновация лицейінің 10 сынып оқушысы Ибекен Қазбек. Игіліне ардақты қазақ елі, қансолттың біріктірген келі жер, Ділмар атты сайысымға қош келіппіш. Паш етеге ортада қазақтың ой өнері. Мен Талдықорған қаласы білім инновация лицейінің 7 оқушысы Гүлмұхамед Ексен, ұлтым түрік. Тамаша. Қазыбек, Мұхамед Егіжан, қош келдіңіздер. Қазбек бізде 10 сыныпта оқиды екен. Енді әнеміне дегенше мектеп бітіретін уақытта келіп қалды. Жалпы болашақ мамандығыңды таңдап қойдың ба? Мен өзімнің ата-анаммен яғни сөйлесіп, өзім болашақ мамандығын таңдадым. Бұйырса, мұғалім болам деп отырмын. Бәрекелді. Ұстаздық оңай мамандық емес, жалпы дайындықты бүгіннен бастаған шығарсың, е? Мен осы 10 сыныптың басынан бастап, осы мұғалім болам дедім, соған яғни қазір дайындалып жатырмын. Бәрекелді, сәттілік тілейміз. Мұхамед Егіжан болса 7 сынып оқиды екен. Бүгін өзіңнен жасы үлкен қыз жігіттермен пікірсайысқа қатысуға келіп отырсың. Толқып тұрған жоқсың ба? Ешқандай қорқыныш жоқ. Тамаша. Ең бастысы дайындығың, білімің деп ойлайсың, е? Бәрекелді, сәттілік тілейміз. Ал бүгінгі қатысушы топтардың бағасын беретін сарапшыларымызбен таныстырып өтейік. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің сапаны қамтамасыз ету комиссиясының үйлестірушісі Әсел Беделбаева. Және осы университеттің құқық және экономика жоғары мектебінің деканы, философия докторы Тимур Жұмағұлов. Сондай-ақ тұрақты сарапшымыз пікірсайыс бойынша эксперт, ұлттық жаттықтырушы Гауфария Ахметқызы. Қош келдіңіздер. Құрметті студия қонақтары, құрметті қатысушылар. Бұған дейін танысқанда шығарсыздар. Ділмар тележобасы бірнеше кезеңнен тұрады. Бір мәрте танысып алайық, экранға зер салыңыздар. Екі спикерден тұратын екі топ белгілі тақырып аясында пікірсайысқа түседі. Алғашқы айналымда қатысушылар кезекпен мінберге шығып, пікірсайыс тақырыбының артықшылығы мен кемшілігін, яғни өз ұстанымдарын қорғау керек. Екінші кезеңде қос тарап бір-біріне сұрақ қояды, жауап береді. Үшінші айналымда хабарға қатысып отырған екі топтың бір-бір жақтаушысына сөз беріледі. Төртінші кезеңде жақтаушы және қарсы тараптың бір-бір өкілі тақырып бойынша сараптама жасайды. Ал сайыс жеңімпазын эксперттер анықтайды. Тәртіп осындай, ал бүгінгі пікірсайыстың тақырыбы елімізге бір уақыт белдеуі қажет пе? Тақырыпқа тұздық болар шағын бейне сюжетіміз бар, тағы да экранға зер салайық. Жер беті меридиан бойынша 24 сағаттық белдеулерге бөлінген.
белдеулі уақыт тұңғыш рет ақшта 1883 жылы, ал КСРОда 1919 жылы енгізілген екен. Табиғи жарықты тиімді пайдалану және электр энергиясын үнемдеу мақсатымен 1930 жылы Кеңес одағының барлық жеріндегі сағат тілі 1 сағат ілгері қойылған. Содан бері еліміздің батыс өңірі 5 сағаттық белдеудің, орталығы мен шығысы 6 сағаттық белдеудің уақытын пайдаланып келеді. Бірақ іс жүзінде Қазақстан 4 географиялық уақыт аумағында орналасқан. Ал биылдан бастап ел үкіметі республикамыздың барлық аймақтарына ортақ уақыт белдеуін бекіту туралы шешім қабылдады. Яғни 2024 жылдың 1 наурызынан бастап орталық пен шығысымыздағы 3 қала мен 12 облыстың тұрғындары жергілікті уақытты 1 сағатқа кері шегеріп 5 белдеуге ауысады. Жалпы әлемдік тәжірибеде белдеулердің аумағы дәл меридианның бойымен емес, мемлекеттің немесе әкімшілік аймақтың шекарасымен де жүргізіле береді. Сондықтан уақытты өзгерту аса қиындық тудырмас. Алайда бұл ел экономикасы мен азаматтардың денсаулығына, көлік қатынасы мен басқа да салаларға қалай әсер етер екен? Бір уақыт белдеуінің пайдасы мен зиянын біздің қатысушыларымыз айтсын. Олай болса, жақтау тарапының бірінші спикерін ортаға шақырамыз. Сізде 2 минут уақыт бар. Сәлеметсіздер ме? Біріншіден, Қазақстан Республикасына бір уақыт белдеуі қажет деп есептейміз. Тоқталатын нәрсе кілт сөз. Бір уақыт белдеуі ол меридиан бойынша 24 сағаттық белдеуге бөлу. Ең біріншіден Спутник Кезер сайтының мәліметі бойынша 2024 жылы 29 ақпаннан 1 наурызға қараған түні бір уақыт белдеу, яғни UTC+5 уақытына көшетін боламыз. Және де бұны ғалымдар сараптай келе осы шешімге келген болатын. Яғни бұл бір нақты мәселені қолға алу үшін белгілі бір себептер болған. Және де осыларға тоқталып өтетін болсақ, биологиялық ритм. Яғни біздегі табиғи уақытпен қазіргі біздің 2 сағаттық белдеуіміз сәйкес келмейтін болады. Сондықтан да биологиялық ритм бұзылып бара жатыр. Оған әсер ететін нәрселер біріншіден денсаулық, яғни табиғи уақытпен олар 1 сағат кем жүргендіктен олардың денсаулығына әсер ететін болады. Біріншіден олар онкологиялық аурулар, созылмалы рак секілді түрлі ауруларға әкеліп соғатын болады. Яғни осы онкологиялық аурулар Казинформ Кезер сайтынан мәліметі бойынша Павлодар, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Ақмола секілді жерлерде көп. Яғни бұл UTC+6 басқа белдеу, басқа уақытты қолданатын жерлерде аурулар көп. Және де бұл денсаулыққа әсер ететін болады. Бізде 175 мемлекет бір уақыт белдеуін қолданатын болады. Бұл яғни жайдан жай бұл шешімге келіп отқан жоқ. Сондықтан да Қазақстанды да 1 сағаттық, яғни бір уақыт белдеуіне қоятын болсақ, онда сол мемлекеттер секілді бізде өзіміздің жұмыстарымызды іске асыра аламыз. Және де бұл мәселе 2011 жылы тағы қайтадан көтерілген болатын. Яғни белгілі бір өтінімдер арқылы 2011 жылдан бері ғалымдар өздерінің зерттеулерін жүргізе отырып, осы шешімге келіп, яғни 2024 жылы осы нәрсені іс жүзінде жасағалы жатыр. Және де өзіміздің сөзімді қорытындылай келе 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні ретінде ғалымдарымыз 2011 жылдан бері 2024 жылға дейінгі өздерінің сараптамаларын жасап, осы мәселені осы наурыздан бастап қолға алатын болады. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Одан әрі жалғастырайық. Қарсы тараптың бірінші спикерін ортаға шақырамыз. Ассалаумағалейкум, мен қарсы тараптың бірінші спикері Ебекен Қазбек боламын. Ал енді біздің тақырып Қазақстан Республикасына 1 сағаттық белдеу қажет емес деп есептейміз. Біріншіден дефиниция толтырсақ, Қазақстан Республикасы деген не? Қазақстан Республикасы ол яғни біз тұрып жатқан тәуелсіз мемлекет. Ал енді 1 сағаттық белдеу дегенімізде, ол яғни барлығы 1 сағаттық белдеуде орналасуы. Ал енді қажет емес деген, яғни біздің Қазақстан Республикамызға бұл керек емес деп есептейміз. Енді неге? Ал енді мен деген ойынды кеңінен ашу үшін оны осылай 6 тарапқа бөлген болатын. Яғни біріншіден географиялық орны. Қазақстанның географиялық орны яғни 2,7 миллион километр квадратқа бөлінген, я үлкен жерде. Яғни мысалы әр облыстың күні шығуымен оның батуы екі түрлі. Мысалы шығыста күн ертерек шықса, батыста ол деген кешірек шығуы мүмкін, және батуы да солай екі түрлі бөлінеді. Екіншіден денсаулыққа зияны болып табылады. Неге десеңіздер, себебі адамдарда неше түрлі оған жағымсыз симптомдар болуы мүмкін. Мысалы жүрек айнуы, тағыдан басқа мысалдармен екінші спикерім айтып өтеді. Ал енді үшіншіден энергия тұтыну көп болады. Яғни егер ерте күн батса, онда электр энергиясына яғни қымбат төлейтін боламыз. Сол арқылы біз өзімізге
жаман, яғни қымбат төлеп елдің экономикасына зиян келтіруі мүмкін. Ал енді төртіншіден халыққа ыңғайсыз болу, яғни халыққа қай тұрғыдан ыңғайсыз болу. Ол мысалы оның денсаулығына ыңғайсыз болуы, немесе ерте жатып ерте тұруына өзінің, яғни күнделікті қолданып жүрген ұйқы режиміне ыңғайсыз болуы мүмкін. Ал енді бесіншіден ауыл шаруашылығының, яғни күннің мысалы, яғни егіннің өсуі, малдың өсуі деген сияқты малдың жайылуына, яғни оның бір ыңғайсыз болу, яғни қажет болмайды. Ал енді алтыншысы қаражат. Яғни біз Егемен кезет сайтына алған 2020 мәлімет бойынша 2023 жылы біздің Қазақстанға 2 миллиард теңге тапшы болған болатын. Ал енді біз уақыт сағаттық белдеуді өзгерту үшін, ол үшін біз мысалы аэропорттағы жазуларды да өзгертеміз. Ол үшін тағы да бір 2 миллиард теңге кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан Қазақстанды одан әрі біз оны банкротқа ұшырата береміз. Одан да сол ақшаны туризм мен Қазақстанның жолдарына жұмсаса тіпті бір жақсы керемет болушы еді. Ал енді Тенгриньюс кезет сайтына алмақшы, бірінші, яғни желтоқсан күні 1956 жылы бізде 2 белдеу қабылданған болатын, Ол 2 белдеуді, яғни осыдан бері 68 жыл біз қолданып келе жатырмыз. Яғни одан ешқандай бір жаман көрмеді, тек қана жақсы. Біздің Қазақстан мысалы жаңа айтқанда географиялық тұрғыда 4 белдеуде орналасқан. Ал енді соның біз 2 белдеуде ғана ұстанамыз, енді оның соның 2 белдеудің біреуіне ұстансақ, онда бізде не қалады? Яғни біздің закон кезет сайтынан алған мәлімет бойынша біз 2005 жылы жазғы уақытқа, яғни сағаттық белдеуді жазғы уақытта бірдей қылуды жойған болатынбыз, яғни оған қарсы болдық. Яғни біз оның зардабын шектік. Оның қандай зардабын шектік? Үлкен кісілерге бұның зардабы үлкен болды, себебі олар өзінің ұйқы режимін көп жоғалтқан болатын. Ал енді мысалы, АВОЗ.орг кезет сайтына көрсек біз, петиция бар. Яғни 1269 адам Қазақстанның тұрғыны, яғни оны бізбен және сіз сияқты адамдар белгілеген болатын, дауыс беріп. Ол яғни сағат сайын көбеюде, яғни 12869 адам оған қарсы, яғни сағаттық белдеу орнауына. Және не үшін себебі ол, мысалы, бірінші маусымда оқитын балалар үшін өте оқушылар үшін өте қатты, яғни қиындық тудыратын болады деп есептеймін. Мен тыңдағандарыңызға рахмет. Көп рахмет, Қазбек. Енді ортаға Викторияны шақырамыз. Сізде 3 минут уақыт бар. Сәлеметсіздер ме, құрметті тілшілер, және біздің оппонент тобымыз. Ең біріншіден мен өз сөзімді репатылмен бастайын. Ең біріншіден біздің оппонентіміз бірінші спикері айтқандай, бізде не себепті болмайды бір уақыт белдеуі. Себебі ол бізде екі керек, бірақ осы аргументтерге ешқандай фактары көрсетілген жоқ деп санаймын. Және екіншіден біз 4 бөлімізге бөлінеміз. Онда неге біз 4 бөлімізге бөлінмейміз? Ал 2 ғана. Мен осы түсінбедім. Екіншіден біздің қарсы тараптың бірінші спикері айтқандай, бізде 2 миллиард теңге осы аэропортқа ауыстыру кетеді. Бірақ ол сіз қайдан білесіз? Бізде осындай фактары көрсетілген жоқ екен. Және бізге пенсионерлер туралы көп айтты. Бірақ біздің ойымызша ол экономикалық активті адамдар емес, және ол біздің экономикаға ешқандай әсер етпейді. Мен өз кейсімізге көшетін боламын. Ең біріншіден статистика бойынша бізде 80% мемлекеттері бір уақыт белдеуімен өмір сүреді. Яғни ол 175 мемлекеттер болады. Екіншіден, біз Нұр кезеттен алған ақпарат бойынша біздің үкіметке көптеген өтініштер қабылдады. Не себебі? Себебі біздің адамдарымыз, біздің азаматтарымыз осы бір уақыт белдеу қажет деп санайды. Төртіншіден, біздің ойымызша қазіргі уақытта көптеген 7-ші сабақтар сағат 7:30-да кешке бітеді. Біздің ойымызша ол өте жаман, себебі Sunrise сайтан алған ақпарат бойынша бізде түн сағат 7-де кешке басталады. Біздің ойымызша, құрметті төрешілер, сіздер өздеріңіз ойлаңыздаршы, біздің миымызды түнде жұмыс жақсы істей ала ма? Әрине істей алмайды. Сол себепті біздің ойымызша бізге табиғи уақытпен өмір сүру күшті болады. Бесіншіден, біздің Тенгриньюс алған мәліметтері бойынша Шығыс Қазақстандағы онкология және
онкология және хирургия басшысы, яғни Анна Кухарьева UTC плюс 5 деп бізде бір уақыт белдеуі қажет деп санайды. Не себебі? Себебі ол біздің пациенттері күшті әсер ететін болады. Себебі қазіргі уақытта бізде табиғи уақыт бойынша біз UTC 5-те өмір сүреміз, ал біздің уақытымызды UTC плюс 6 деп санайды. Және сол себепті біздің тамақты дұрыс емес қабылдайды. Назарыңызға рахмет. Көп рахмет. Яғни жалпы 5-ші сағаттық белдеуге ауысатын болсақ, біздің тамақтануымыз, ұйқымыз дұрыс болады деген пікір айтып жатсыздар, Жақсы, қарсы тараптың екінші спикерін ортаға шақырамыз. Ассалаумалейкум қазақ халқы. Алдарыңызда түрк халқының батыры Гүл Мұхаммед Егзамай. Мен сөзімді ребатыммен бастағым келіп тұр. Сіздер айтасыздар, үлкен мемлекеттер, яғни 180% мектепте бір белдеу қолданады. Жоқ, ешқандай үлкен мемлекетте бір белдеуді қолданбайды. Керісінше, сіз айтасыздар, бір белдеу ол адам өміріне зияны келтірмейді. Жоқ, керісінше денсаулық зияны көп. Мысалы, ұйқының бұзылуы сияқты. Сіз айтасыздар, рак ол өте зияны нәрсе. Біз осылай ауырып жатырмыз дейсіздер. Жоқ, біз 68 жылдыр осы бір уақыт белдеумен, бір уақыт белдеу дегенде Қазақстан өз плюс 5 УТС пен 6 УТС пен келе жатқан уақытымызбен рак өте аз болған. Енді осы сөзімді айта кететін болсам, әріптесім Қазбек ағамның айтып кеткені географиялық айырмашылықтар. Қазақстан географиясы бойынша әртүрлі уақыт белдеулері бар үлкен мемлекет. Екіншіден, денсаулық теріс әсерлері, уақыт белдеулері өзгерді, ұйқының бұзылуы, бас аурулары сияқты аурулар денсаулық зиянын тудыру мүмкін. Үшіншіден, энергияны тұтыну мәселелері, бір уақыт белдеулері энергияны ысырап етуге әкелуі мүмкін. Әріптесім Қазбек ағам айтқандай, ауыл шаруашылығында дегенде, яғни мал егін өсуіне кері әсерін береді. Қазақстан, ол әріптесім Қазбек ағам айтқандай, Қазақстан үлкен мемлекет. Қазақстанда 17 үлкен облыс бар. Олардың 5-і плюс 5 УТС, ал қалған 12-сі плюс 6 УТС. Бірақ біз осы заңды 1956 жылы 68 жылдыр қолданып келіп жатырмыз. Және көрші.kz сайтында 13,2% үлкен кісілер үшін зиян деп айтылған. Енді айтып кетесіздер, бұл адам Қазақстанның жақсары үшін, жақсы бюджет үшін жақсы дейсіздер. Жоқ, мемлекеттік бюджет үшін ол үлкен мәселе. Яғни, бұрынғыда үйреніп қалған уақыт дұрыс. 68 жыл шыдадық, әрі қарай шыдаймыз, тағы шыдаймыз деп ойлаймын. Жаңағына айтып кеткендей, 2017 жылы атақты американдық Беркли университетінің профессоры Уолкер «Біз неге ұйықтаймыз» атты ғылыми кітабында 17 мыңнан астам зерттеу нәтижесінде келтіре отырып, уақыт ритм бұзылуы неге соқтыратын толық дәлелдеген. Олар жүрек, қан, тамырларының ауруларын түсіп тастау, тағы басқа көптеген ауруларға әкеліп соқтырған. Бұл мысал Қазақстанның демографиясының зиян екенін дәлелдеген. Тағы айта кететін болсақ, әлем ғалымдары адам биологиялық ырғағынан ауытқысы, оның бойында созылмалы ауру өрсіп, тіпті мінез құлықты өзгеруіне әкелетін анықтаған. Рахмет, осылай сөзімді аяқтадым. Көп рахмет. Екі тарапты да тыңдадық. Келесі кезеңде бір-бірлеріңізге дайындаған сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Кім бастағысы келеді екен? Жақсы, жақтау тарапына кезек береміз. Әлемнің 175 мемлекеті бір сағаттық белдеуді қолданғанда, сонда Қазақстан Республикасы қолдануы зиян келтіре ме? Иә. Дұрыс ұйықтамау онкологиялық ауруларға себеп болмай ма? Себеп болады. Ғалымдардың бір сағаттық белдеуге көшуі дұрыс болмады ма? Иә, дұрыс болмады. Сіздің ойыңызша біздің депутаттарымыз жаман шешу жолдары қабылдады ма? Иә, жаман шешу. Географиялық орынға байланысты UTC плюс 5, UTC плюс 6 екі түрлі уақыт белдеу дұрыс па? Иә, екі түрлі уақыт белдеу. Ұйқы режиміне бір сағаттың қосылуы зияндыққа келеді деп ойлайсыз ба? Иә, алып келеді. Сізде 7 сабақтарының кейін көп жұмысы істей аласыз ба? Иә. Жақсы, рахмет. Қарсы тарап сұрақтарыңыз болса?
Ал енді сұрақ, астрономиялық өзгерістер жағымсыз симптомдар алып келеді деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Қазіргі күннің өзінде ұйқысынан әрең тұрып жүрген оқушылар астрономиялық уақытпен 1 сағат артқа шегерсек, сабаққа келуіне қиындық туғызады деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Демографияның өсуіне, яғни осы сағат белден өзгеруінің зияны бар ма? Жоқ. Қазір онсыз да телефонның әсерінен адамдардың ұйқылы бұзылған. Біз бүкіл Қазақстанды бір уақыттан белдеуге ауыстырамыз деп, жағдайды одан әрімен насарлатып аламыз ба? Жоқ. Жоқ. Қазақстан ғалымдары осылай 17 мыңнан астам рет зерттеу жасаған ба? Қазақстан яғни тәжірибені, осы американдық ғалым сияқты 17 мыңнан астам тәжірибе жасаған ба? Жоқ. Сұрақтар болды ма? Иә, ғалым. Құрметті студия қонақтары, бүгінгі тақырыпқа сәйкес пікірлеріңіз болса тыңдап көрейік. Жалпы қай тараптың ұстанымы сіздерге ойға қонымды болды? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің дебаттер қауым және де мен номер 27 орта мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысы Сәдуақас Баян боламын. Яғни бұл жерде Қазақстанға бір уақытты белгілеу қалай бізге пайда алып келеді. Яғни өздеріңіз білетіндей, Ақтөбе қаласында бізде, яғни Ақтөбеден Алматыға жүретін пойыз немесе ұшақтар кешігіп жатыр, және де осыны бізге өзгерту, яғни бір уақытта қамтамасыз ету, яғни барлық халыққа өте пайдасын алып келеді. Және де мен бұл жерде жақтау тарапын қолдағым келеді. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы. Қайырлы күн, мен номер 27 орта мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысы Хамит Толғанай боламын. Яғни мен бұл жерде қарсы тарапты қолдағым келіп тұр, себебі егер біз Қазақстанды бір уақытқа көшірсек, бізде яғни көп күш кетеді, және де қаржыдан көп мәселелер болады. Яғни бұл Қазақстанды прогресске емес, регресске әкеледі. Ал бізге ол керек пе? Әрине жоқ. Сондықтан да мен өз пікіріме қарсы тарапты толығымен қолдаймын. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті дебатқа қатысушылар. Менің есімім Домаева Таисия, мен Шестаков атындағы орта мектептің 10-шы Б сынып оқушысымын, және мен қарсы топты толықтай қолдаймын. Өйткені осы қарсы топ бір жағдайды көп жақтан қарады, көп мысал келтірді. Әсіресе бірінші спикер ол география жағынан да көрді осы жағдайды, және оқушыларды мысалға келтірді, және де медицина жағынан да көрді. Ол өте дұрыс болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Мен Мәншүк Мәметова атындағы орта мектебінің 10-шы Ә сынып оқушысы Өмірбай Нұрбақыт Қожабекқызы. Мен жақтаушы тараптың ұстанатын позициясын дұрыс деп есептеймін. Неге? Себебі мысалы еліміздің әр өңірлеріндегі уақыт белдеуі әртүрлі болатын болса, қазіргі таңда өтіп жатқан олимпиадалар, жарыстардың өтілу барысы да қиындықтар көп жағдайда осы дүниеге байланысты көп туындайды. Рахмет пікіріңізге. Ал біз пікірсайысты одан әрі жалғастырайық. 4-ші кезең, сараптама кезеңі, қарсы тараптың бірінші спикерін ортаға шақырамыз. 90 ауыз сөзін толықтай түйінін қорытындылай келе, біз не үшін ұттық деген осындай сұрақ қойдым, және ол сұраққа жауап берсем. Біріншіден, біз деген жақсы аргументтер келтірген болатынбыз. Оларға мысал айтсам, географиялық орны, денсаулыққа зияны, энергияның көп тұтылуы, халыққа ыңғайсыз болуы, ауыл шаруашылығы және қаражат. Яғни осылардың мен біреуіне де бір қарсылық көре алмадым, қарсылық болса да оны дұрыс қарсылық емес деп санаймын. Себебі мысалы ол кісілер не деді? Ол кісілер бізге яғни денсаулық туралы көп айтты да. Бірақ негізінде бұның барлығы яғни сағат белдеуінің өзгеруі ол ұйқысыздыққа алып келеді. Оны яғни біз оқушылар арқылы мысалдармен және де яғни закон KZ сайтындағы бір мысалмен дәлелдеп кеткенбіз. Және біз мысалдарға ешқандай бір яғни ештеңке айта алмады, яғни біздің мысалдармен қосылды деп ойлаймын. Және біз яғни сұрақ, ал енді менің екінші спикерім және жақсы бір ребатл жүргізіп өткен болатын, яғни олардың әр сөзіне тоқталып, өздерінің аргументтеріне және соларды бір қуатталып деген ойдамын. Және біздің бұл жерде басты мәселеміз энергия болған, яғни энергияны қалайда бір жақсы қолдануда Қазақстан энергиясы және демографиясын көтеру. Ал тыңдамаған сөз жетін демекші мен қарсылас топтарым, яғни бізді дұрыс естімей қалды деп ойлаймын. Себебі менің екінші спикерім айтып өткендей, яғни бір осындай американдық ғалымның зерттеуі бойынша, 17 мың рет зерттеуі бойынша, яғни осы сағат белдеу өзгеруі ол деген демографияға кері әсерін тигізеді. Мысалға айтсақ, түсік тастау деген сияқты. Ал енді біз сұрақ қойған болатынбыз, демографияның өсуіне зияны бар ма? Бұл кісілердің жауабы жоқ болды, яғни бұл жерде мен сұраққа жауап қате болды деген ойдамын. Және де біз неше түрлі яғни оқушылар туралы сұрақ қойған болатынбыз, және астрономиялық өзгерістер туралы сұрақ қойған болатынбыз. Оның барлығына яғни жоқ деген жауаппен жауап
берген болатын. Және де біз осы барлық мәліметтерде, яғни біз астрономиялық мәліметпен, яғни Қазақстанның сағаттық белдеуімен қарап алған болатынбыз. Ал енді мен деген яғни статистика келтіре отырғаным осы қаражат бойынша, сол қаражатқа бір контраргумент естімедім. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Көп рахмет. Жақтау тарапының бірінші спикерін шақырамыз. Сөз бергендеріңізге рахмет. Ең біріншіден сараптама бөліміне келсек, біздің тарап нақты мәліметтер, аргументтер, статистиканы да келтірген болатын. Және де біз мәліметтерді қай сайттан алдық, және де қай жылдары зерттеулер жүргізілген туралы айтып кеткен болатынбыз. Мен қарсы тараптан тек қана мәліметтерді өздері нақтылап айтқанын ғана естідім. Біздің тарап онколог маманның өзінің жүргізген зерттеулер туралы айтқан болатын, және де халық осы нәрселерге өтінімдер тастаған туралы айтқан болатынбыз. Яғни бұл нәрсеге нақты шешім қабылдау үшін осы халықтың өтінімдері әсер еткен болатын айтқанбыз. Ал қарсылас тарап бізде географиялық орын туралы айтқан болатын, энергия, мал, ауыл шаруашылық, қаражат, және де қаражаттардың көп кетуі, және де екінші спикер бізде зиян келтірмейді, аурулар туралы айтқан болатын. Бірақ та екінші спикердің сөзімен аурулардың қалай пайда болатыны, және де нақты қандай аурулар екені келтірілмеген болатын. Және де қарсы тараптың түсінігі бойынша бізде ұйқы режиміне 1 сағат қосылады. Яғни таңертең тұру қиындыққа соққанымен, яғни 1 сағатта алынып тастағанмен ұйқы режиміне 1 сағат қосылатын болады. Яғни бұны қарсы тарап түсінбеген болатын. 1 сағатқа кері шегеру деген ол сіздің ұйқыңыздың 1 сағатын алу емес, кешкі сағатқа 1 сағат ұйқыны қосу болып табылады. Яғни ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір артық деген мақалмен келіспей тұрған. Және де ұйқысыздық режиміне 1 сағат қосылса, ол зиян әкеле ме деді. Олар зиян әкелмейді деп айтқан болатын. Және де қарсы тарап өзінің сараптамасына жаңа ақпарат қосқан болатын. Яғни бұл ережеге сай емес. Және де шешімдер кейде халыққа кері әсерін тигізетін болады. Мысалға, тек қана бұл шешім ғана емес, басқа да шешімдеріміз халыққа жақпаса да, ұнамаса да, кейін сол нәрсеге үйренісіп кеткен болатын. Және де бұл туралы біз айтып өткен болатынбыз. Сөзімді қорытындылай келе, осы нәрселерге мән беріп, біздің тарапты жеңіске жетті деп санаймын. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет, жалпы өте қызықты тақырып деп ойлаймын. Енді қай тарап бізді өз ұстанымдарына сендіре алды. Оны біздің сарапшыларымыз айтсын. Сөз кезегі өздеріңізде. Құрметті көрермендер, құрметті қатысушылар, бүгін күн тәртібінде өте қызықты тақырыптардың бірі талқыланды. Бір уақыт белдеуінің қолданғаны дұрыс па, әлде бұрыс па деген сияқты. Элита тобының бірінші спикері Толғанай жақтаушы топтан бір уақыт белдеуі деген ұғымының дефинициясын жақсы ашып көрсетті. Қарсылас топтағы Қазбек спикеріміз бір уақыт белдеуінің кемшіліктеріне тоқтады, оның зиянын, салдарларын көрсетіп атап өтті. Жалпы мына ребатл деңгейінде, ребатл сайысында, содан кейін сұрақ жауап сайысында, сараптама сайысында екі тарапта өз пікірлеріне сенімділігін жақсы білдірді. Ерекше атап өтіп кетейін деп едім. Мына өзге ұлт өкілдері Виктория мен Иекжанның осы жаңағы тіл шеберлігінің жоғары деңгейі дейді ғой, пікір сайысқа біздің ұлттық тілімізде, қазақ тілінде қатысып отырғандарына ерекше алғыс білдіргім келеді. Менің ойымша, мына қарсылас тарап бүгін мықтырақ болды. Өйткені қарсы тараптың спикерлері сөздеріне сенімді болды, материалды жақсы ұсыналды, пікірлерін еркін жеткізе алды. Тимур мырза. Қайырлы күн, құрметті ойынға қатысушылар, көрермендер. Бүгін өте ойын жақсы деңгейде болып жатыр, өте тартысты. Бүгінгі кезде Қазақстан Республикасына бір уақыт белдеу қажет емес деген тақырыпты мен ойлаймын, әр қайсыларыңыз өз деңгейде ашылды деп ойлаймын.
өздеріңіз аргументтеріңіз барлықтарын бердіңіздер, көрсеттіңіздер. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі ойын өте жақсы болды. Бірақ енді дегенмен айтып кететін жай, енді бұл жерде аргументтер айтылды, бірақ дегенмен маған қарсылас топтың аргументтері жаңағы сенім келтірді. Сондықтан ойлаймын, осы қарсылас топ кішкене басым болған деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі ойын өте жақсы деңгейде болды деп ойлаймын. Рахмет. Құрметті пікірсайысшылар, ойындарыңызға рахмет. Шынымен бұл өте тың тақырып. Жақтау топ өз міндетін өте жақсы атқарды, қарсылық көрсетті және сараптамада да жақтау топ бұл жерде кемшіліктерді жақсы анықтады. Ал енді қарсы тарапқа қарасақ, бұл жерде Қазбек өз міндетін жалпы қажет емес екенін бір белдеу уақытын оны жақсы дәлелдедіңіз. Бірақ жақтау тарапқа қарсылық мүлдем көрсетпедіңіз. Ал енді Виктория бұл жерде енді өз міндетін жақсы толық атқаруға тырысты, қарсылықтан бастап барлығын анықтап кетті. Дұрыс, одан кейін өз міндетін толық атқарды. Ал енді екінші спикерге келсек, қарсы тарапта ол да міндетін толық атқаруға тырысты, жақсы. Бірақ бұл жерде қайтсе де мына жақтау тараптың айтылған аргументтеріне сіз толық қарсылық көрсетпедіңіз. Мен енді өз даусымды, мысалы, ойлаймын, бұл жерде ереже бойынша Көксу ауданының элита тобы өз міндетін толық атқарды. Рахмет. Құрметті сарапшылар, пікірлеріңізге көп рахмет. Енді әр спикерге ұпай санын беретін уақыт келіп жетті. Дайын болсаңыздар, бірінші элита тобының бірінші спикері Толғанайдың ұпайларын көрсетсеңіздер. 24, 24 және 24. Білгір тобының бірінші спикері Қазбек. 26, 26 және 22. Элита тобының екінші спикері Виктория. 24, 24 және 22. Білгір тобының екінші спикері Мұхаммед Егжан. 26, 24 және 22. Сонымен жалпы ұпай сандарын айтып өтейік. Білгір тобында 146 ұпай, элита тобында 142 ұпай. Яғни қарсы тарап болған білгір тобын бүгінгі жеңісімен құттықтаймыз. Пікір сайысқа қатысып, бүгінгі осындай студиямызға келіп өнер көрсетіп жүргендеріңізге көп-көп рахмет. Ортаға келіп, бір-біріміздің қолымызды алып қояйық, құттықтап қояйық. Бүгінгі пікір сайыстың қатысушыларын марапаттау үшін құрметті сарапшыларымызды ортаға шақырамыз. Құрметті пікірсайысшылар, ал енді сонымен бүгінгі біздің екінші ойын аяқталды. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Мына пікірсайысқа қатысқан екі топты да және көрермендер де келіп өз пікірлерін білдірдіңіздер. Рахмет. Қадірлі көрермен, Ділмар тележобасының бүгінгі саны осымен тәмам. Мақсаты айқын, мұраты биік жастарымыз көп болсын. Эфирде жүздескенше.